Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, қалдарың қалай? Біздерде екі слой финиш бергов аяқталды. Енді қалған бұл жерде шкурка жұмыстары. Енді шкурканы бұл кеткеннен кейін әбден басталады. Енді шкурканы кейін нешінші образитпен аламыз. Оның бәрін кейін тағы айтып өтеміз. Так, бізде бұдан алдын мына серпянкамен сторис шығарған болатынбыз. Балдар кішкене біліктілігі сәл аздау болып тұр. Экстра хат жаққан потолокқа, шоптарға. Оның үстіне мына серпянканы жабыстырған. Негізі экстра хат жабыстырғаннан кейін серпянканы қажет болмайды. Бірақ дегенмен де ол серпянканы өзінің инструкциясымен жақсылап қолданатын болса, бұл да жарайды, өйткені осыған дейін жарап келді ғой. Енді үзілді-кесілді жоқ, бұл болмайды деп кесіп айтуға да болмайды. Оны да өзінің гипсокартонның шоптары біріне қараған бастарын бәрі осылай жонып шықса, арнайы рубанкамен. Одан кейін барып грунтовка жағады. Одан кейін джойнтпен, кезінде солай жасаған джойнтпен жағып, одан соң қатқаннан кейін осы серпянкамен екі слой болса да жабыстырып шығуға жарайды. Өйткені елдің бәрі экстра хат алатындай емес қой. Әркімнің жағдайы әртүрлі, сол үшін үзілді-кесілді айтуға болмайды. Так, тағы айтып кететіні бізде потолоктарды осылай шпательдердің көмегімен тартып жатырық. Бір адам алдында валикпен тартып өтеді. Одан кейін екінші ручкасы бар осындай шпательдермен артынан бір адам жүріп отырады. Тез әрі сапалы шығады. Өйткені козелдің үстінде мініп түсіп жүрмейсіз. Тек жерден жүріп, осы қашықтықтан бітіруге болады жұмыстарды. Сосын бізде премикстігі экстра хат өте төзімді, жарылмауына, жұмыстың сапасына. Өйткені бұдан алдын Болат бауырымыз эксперимент жасап Инстаграмға жүктеген болатын. Кәдімгідей ол сыналған отандық өнім. Сол үшін шоттарға осындай экстра хаттарды жағуға болады. Бізде осылай фиништарымыз аяқталды. Құдай қаласа алда жұмыстар шкурка тек қана